Көлеңкеде қалған кешірім. Жаздың аязы болмас, бірақ бұл күн ерекше салқын еді. Әкесі Жақыптың жүрегі одан да мұз. Қабағы қатулы, көзі бұлтты аспандай түнерген. Ол баласының артынан есікті тарс жапқанда бүкіл әлеммен бірге ішкі әлемі де сынып түскендей болды. Тыныштық. Бөлмеде ештеңе естілмейді. Бірақ сол үнсіздік Жақыптың құлағына ұлыған дауылдай. Бұрынғысынша билігі бар, сөзі өтімді адам кейпінде тұр. Бірақ шоу болып ағып жатыр. Есік жабылған сол бір сәтте оның бүкіл өткен өмірі көз алдынан тізіліп өтті. Жас кезіндегі қателіктері, ұрсып жіберген кездері, тыңдай алмаған сәттері, баласының көзіне тура қарай алмай кеткен мезеттері. Ол баласын жақсы көретін, бірақ соны дұрыс жеткізе алмады. Тәрбиелеймін деп талай рет тыйып тастады, еркелетсем әлсіз болады деп ойлады. Ендіше, қанша рет өз-өзіне сабыр ет, ұрма айт, түсіндір дегенімен ашу жеңіп кететін. Ал қазір баласы кетіп қалған соң ғана барлығын кеш түсініп отыр. Не үшін қуып жібердім? Деді ақырын өзіне. Дауысы сыбырдай шықты, бірақ ішінде жаңғырықтап естілді. Мен оның әкесімін ғой. Кенет ол диванға отыра кетті. Қолын бетіне басып үнсіз жылады. Иә, Жақып жылады. Бұл өкініштің, өз қателігін мойындаудың, жүрекке салмақ түскен сәттің жасы еді. Ер адамның көз жасы сирек, бірақ өте ауыр. Ол баласының айтқан сөздерін қайталап еске түсіріп отыр. Әке, мен сені түсінуге тырыстым. Бірақ сен мені ешқашан тыңдамадың. Тыңдамады. Иә, рас. Жақып өз шындығымен өмір сүрді. Ал ұлы өз ақиқатын айтып жеткізе алмады. Екеуі де бір-бірін сүйді. Бірақ сол сүйіспеншілік арасында қабырға тұрды, түсінбеушілік қабырғасы. Уақытты кері қайтара алса ғой. Бірақ адам ең бірінші өзін кешіруі керек. Ал Жақып өзін кешіре алмады. Ішіндегі ашуды, баласына деген ренішті, бірақ бәрінен бұрын өзіне деген ыза мен өкінішті көтере алмай отыр. Түн болды. Үй іші қараңғы. Бірақ Жақып от жақпады. Өйткені жүрегіндегі от баяғыда сөнген сияқты. Ұлым, деп күбірледі ол қараңғылыққа қарап. Мен сені жақсы көрем. Кешір алсаң. Ешкім жауап бермеді. Тек сырттағы жел ғана уілдеп тұрды. Сол уіл Жақыпқа баласының үніндей естілді. Бірақ енді тым кеш болатын. Кешіккен кешірім. Жылдар өтті. Қаланың бір шетіндегі ескі үй сол баяғы күйінде қалды. Тек қабырғалары сәл иіліп, бояуы солып, терезелері көк тұманға толғандай еді. Ал сол үйдің ішінде Жақып бұрынғыдан да мең-зең. Ұлы кеткен соң ештеңе өзгермеген. Күні бойы үнсіз жүріп кешке шайын ішіп, бір орынға отырады да, түн жарымына дейін қозғалмай отырады. Уақыт өз дегенін алады, шаш ағарды, бел бүгіліп көз көрмей бара жатты. Бірақ жүректегі өкініш сол күйінде қалды. Ал сол кезде ұлы Әділ басқа қалада өз отбасымен өмір сүріп жатқан еді. Әкеден кеткеннен кейін өзін қайта табуға тырысты. Қиналды, тығырыққа тірелді, бірақ уақыт өте келе сабыр тапты. Жас отбасы құрды, бала сүйді. Әкесі туралы айтқысы келмейтін. Бірақ жүректің түкпірінде бір бос орын бар екенін сезетін. Күндердің күнінде баласы кішкентай Мұхаммед Әділден сұрады. Әке, менің атам қайда? Сол сұрақ жүрегіне найзадай қадалды. Сол сәтте Әділ үндемеді. Бірақ түнде әйелі ұйықтап қалған кезде баласына қарап отырып, өзінің балалық шағын, әкесімен өткен сәттерін еске алды. Әкесі қатал еді, бірақ бір кездері атқа отырғызғаны, иығына көтергені, сәл жымиған сәттерде болған. Өзіне деген махаббатты көрсете алмаған шығар, бірақ сүймеді дей алмайды. Келесі күні жолға шықты. 10 жылдан астам уақыт өткен соң бала кезіндегі үйдің алдына келіп тоқтады. Аулада ешкім жоқ. Үй сол қалпы. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Қолын есікке апарды. Үнсіз тарсылдатты. Ұзақ күткеннен кейін есік ашылды. Есіктің ар жағынан бүкір тартқан, көзі әлсіз, жүзі шаршаған Жақып шықты. Басын көтеріп қарағанда көздері аң-таң. Әділ, деді ақырын. Ассалаумағалейкум, әке. Сол сәтте екеуі де үнсіз тұрды. Уақыт тоқтап қалғандай.
Жақып көз жасын жасыра алмады. Бүкіл ауыр сезімдер, өкініш, кешіру сол бір құшақта бір-біріне ақтылды. Кешір, ұлым, деді Жақып дірілдеген дауыспен. Мен сенің әкең бола алмадым. Жоқ, әке. Сен болдың. Тек мен сені кешіре алмай жүрдім. Ал қазір кешірдім. Жанарлары тоғысып, жүректері тыныстады. Алдындағы ұлы енді жас бала емес, ер азамат. Бірақ әкесін әлі де сағынған бала еді. Осылайша кешіккен кешірім де жүректе емдеді. Екеуі ұзақ үнсіз отырды. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай суық емес еді. Бұл түсіністік пен тыныштықтың үнсіздігі болатын.